Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ореховый трубочки жасаймыз. Арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды көру үшін. Ең алдымен сары майды тоңазытқыштан алып, оңмен қосып, жақсылап үккіштен өткіземіз. Қолымызбен бір келкі крошка жасап, үстіне шай қасық толмай, ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үйдің қаймағын қостым мен. Жақсылап қолмен араластырамыз. Бір келкі қып, енді қамырымызды шетке жауып қоямыз бетін. Енді салмасына кірісеміз. Грек жаңғағын духовкада кішкене кептіріп аламыз. Салафанға салып, қант қосып, оқтаумен бір келкі езгілейміз. Видеодағыдай. Дайын болған салмаға сары майды қосып араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болды. Қамырымызды екіге бөліп, оқтаумен жайып аламыз. Жайып алған қамырды бірдей төртбұрышты бөліктерге бөліп, салмамызды салып, трубочкамызды орауға кірісеміз. Дайын болған ореховый трубочкамыз пешімізге пісіріп аламыз. Духовкадан алып шыққаннан кейін ыстық күйінде сахарный пудраға аунатып, шайымызға қоя берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын.